машинелерден көп улы заттар шығады. Улы заттардың бәрі қайда кетті? Аспанға кетеді. Ал сол енді мына өркендеген елдерде, Жапония елінде, Корея мемлекетінде осындай электр қуатымен жүретін автомобильдер осыдан 20-30 жыл алдын олар өздеріне ендірген. А біздің қолымыз енді жетіп жатыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қазіргі таңда бізде 15 шақты машина болды электр қуатымен. Биылдың өзінде бір 8-ін алып отырмыз. Мұны жылдан жылға көбейтуіміз керек та, осы электр қуатымен мына жөндеу жұмыстарына арналған машинелерді пайдалануымыз керек. Бұл деген сөз машинеден шыққан улы заттарды бізге керегі жоқ, шығармаймыз табиғатқа. Екіншіден жанармай мәселесі, оны үнемдейміз. Жан-жақтан алғанда мұның бәрі айнадай көрініп тұрады. Бірақ осы машинелерді енді баптап күтіп ұстау біздің міндетіміз.